кішкентай бөпелердің өздері брейк билеп отыр ғой бүйтіп, 3 жастағы бүйтіп, ничего себе, у них хип-хоп в крови, что ли, деп ойлап қалғансың ғой. Сенде 2 жол бар сондай моментте. Либо сынасың, либо жай бүйтіп түсіре салған видеолар всегда атып жарып өтеді ғой. Күзде, қыста, көктемде 3 мезгіл обязательно походқа барамыз. Сол керек өзіңе деп бүйтіп. Сол керек деп. Сәлем достар, біз жастар білсін YouTube каналындамыз. Бүгін кезекті подкаст. Бүгін бізде көңілді қонақ десек те болады. Барлық әлеуметтік желілер, Instagram, TikTokта жалпы халықтың әртүрлі роликтермен, бейнероликтермен көңілін көтеріп жүрген Жыбырлақ Димаш бауырымыз. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Есчо, қалайсыздар деген жауапты комментария жазып кетіңіздер. Қош келдің. Рахмет. Жеттік осы күн. Жеттік, съемка, әрдер, тонжер, тірліктер, кездесулер, әрең жеттік қойты. Ең қызығы, неге Жыбырлақ? Сен жаңа постоянно бүйтіп қозғалыста жүргеннен кейін сөйтіп қойдың ба? Біреу қойды ма ол атауды? Басында, сол жыбырлай беремін ғой, бір орында отырмаймын. Өмір бойы негізі сол орыстарда айтады ғой, как юла крутится, вертится деген сияқты бүйтіп. И потом солай қойған атым өз-өзімді бүйтіп мотивировать етеді ол по-своему. Бүйтіп жыбырламасаң жетістікке жетпейсің деген сияқты ғой. Жыбырлап бір тіршілік істеу керек. Алла қаласа мерч болады, алда жыбырла деген киіммен шығамыз, алла қаласа. Бәріміз жыбырлап жүреміз осында. Или кепка, или носки, жыбырла деген. Жақсы, негізі анау көптеген роликтерім бар ғой, сен жаңа Инстаграмда болсын, TikTokта болсын. Бәріңғай билеп жүресің да, и сенде жаңа пластичность дейді, қимыл, мамандығың беш емес пе бітірген? Так, биді мен қалай бастадым? Мен мысалға Оралда 38-ші мектепте оққанда директорымыз андай американский программамен нететін, управлять ететін мектепті. Бізде мектепте олимпиада көп болатын, грамматика жағынан, физмат жағынан, и потом жылына 2 рет биден жарыс өткізетін. Бірінші декабрь ол спидке қарсы, 6 наурыз қыздарға арнап, біздер әр класстан обязательно команда шоу керек болатын брейктен. Сол мектептің класс аралық қой? Класс аралық, сондай. Соның арқасында билеп кеттік, биттік, сөйттік, көп тренировка жасайтын болдық. Бүйтіп, енді үлкен ағаларымыз, старший класста оқитын ағаларымыз там солар үйретіп, бүйтіп, сөйтіп, арттарынан ерігіп, бүйтіп, содан басталды. И күзде, қыста, көктемде 3 мезгіл обязательно походқа барамыз. Бүкіл мектеппен барамыз. И сол жерде футболдан, спорттық шаралар көп өткізетін. И сол кезде сол олимпиада, би жарысы, тағы да концерттер көп болатын еще бізде. Концерттер неткенде, әр бала өзінің несін шығара бастайды да, мықты жағын, сильный сторонасын развивать ете бастайды. Баян мектебі сізге үлкен алғысым шексіз. Сол істеген программаларыңызға сіз жақсы көрем. Мектептің директоры ма? Содан басталды, и потом мен сурет салып бастадым еще мен. Сол 10 жасынан бастап мен биледім де, и суретте салып бастадым. Мама оны көрді да, бүйтіп, художественный мектепке береді. Сәкен Гумаров атындағы 6 класста. И потом бір конкурс өтіп жатыр дейді да, Алматыға. Сурет салу пәнінен. И соған әпкем келіп айтты. Бізде апа дейді ғой Оралда енді әпкені. Тәте дейді. Айнұр апа келіп айтты да, ол мұғалім ғой кісі өзі. Ондайларын бәрін біліп жүреді да бүйтіп. Бар сонда қатыс дейді Қазақ драма театрында. Барам, 6 класстан кейін барам, конкурстан өтем, и мұнда келімде Жүргенов академиясының интернат школасын соған оқуға түсем. Алматыда 6 жыл оқыдым интернат. И интернатта жүргеннің арқасында мен одан бетер дамыта бастадым немді. Творчество. Потому что бәріміз сондаймыз ананың ішінде. 7, 8, 9 и 9-дан кейін түсе алмай қалдым да, Оралға барып бір оқып қайттым да, қайтып келдім Жүргеновке.
И сол енді ата-анаңнан бөлек алыстасың, под контролем емессің де, дамытуға жақсы да. Еркіндік бар. Еркіндік бар. Біздің интернаттың балалар қыздарын көрсең, бәріміз сондаймыз. Жарқылдап, жанып тұратын сондаймыз. Мысалға, менің однокурсниктерім Төреғали Төрәлі, Аян Өтепберген, Асылхан Төлепов, Анара Батырхан. Олар актерскийде оқыды. Однокурсниктерім. Суретшілердің ішінде енді жайлап бүйтіп көзге түсіп отыр. Потихоньку. Жүргенді бітіргенсің ғой, колледжін бітірген. Художник, суретшісің. Суретшімін. Сосын. Қазір портрет не сала бересің ғой? Салам. Қазір қолым кетіп қалды кішкене. Күшті. Егер қаласаңыздар, заказ бергенсіздер. Салып береміз. И соның арқасында бүйтіп енді анда бірімізге пас беріп жүреміз всегда бүйтіп. Біреу бірдеңе істесе тарс қолдап кетеміз. Ашты да. Сол ішкі дүниемді ашып, бүйтіп дымнан ұялмайтын болдым да, көп заттан ұялмайтын болдым. Қазіргі неде де сол көп әсер ететін орта ғой, ортаға байланысты. Сол группаластарына сондай болғаннан кейін ашылған шығарсың. Бірақ осы деңгейге ұзақ келдім мен негізі шынымды айтсам. Мен кішкентай кезімнен. Қалай, мысалға ше, қазір көп жаңа әлеуметтік желі, Инстаграм, ТикТок, барлық жерде нелерде жүрсің ғой, енді қазір танымалдылық бар да. Жалпы ана бір видео болады ғой, өзі сондай атып кетеді да, содан кейін танымал болып кететін ше. Сол қандай видео болды, или қалай танымал болып кеттің? Төртеу бар даже менде ондай видео. Бірінші корпоративте жүрген академиясында жұмыс жасадым ғой мен. Оқу шебері болып, учебный мастер дейді. Мұғалім, одно и то же, что живопись и скульптура факультетінде. И сон академияның корпоративі болады. Қашан 2023-те ма? 23-те декабрьде корпоратив болады. И сонда билеп шам. Мұғаліме жаңа жылдың билеп шам, сол атып бастайды. И одан кейін менің жұмыстасым, класстасым Нұрлан Сатаев деген айтады, мен інім үйленіп отыр дейді да. 92-ші жылы қазір білесіздер ғой, 30-дан асып, 30-ға келіп үйленген кезде дружок табу өте қиын. Бәрі үйленіп кеткен ғой, былай қарап тұрсаң, практически. Көбісі жаңағыдай туысқандарын шақырып отырғызбады ғой, інілерін, бөлелерін. Сол Ерланмен жақсы араласып жүрдік қой енді бүйтіп. Сон тойында бүйтіп дружок болып шам. Сол бүйтіп просто выходтың өзі ғой. Если что, бүйтіп қосып қоясыңдар ғой. Соның өзі бүйтіп салам, менде де атады. И қалғандар өздерінің страницасына көп жерде салады. Көптеген пабликтерге шығып. Бірақ солардың несінде көп атады да мен видеоларым. Просмотр қаралым көп болады. Жынданатын едім басында, ё-моё деп. И потом успокоил сам себя. Зато лицо же крутится, дедім. Пускай, ладно, это же хорошо, дедім. Сосын түсіндің ғой, жаңағы қимыл, би. Тоқтамау керек екен, жыбырлау керек екен. Содан басталды дейсің. И тағы бір видеом Арбатта билегенім, Джимми, ача. Бүйтіп, жұмыстан кетем, мен Панфиловмен түсем всегда бүйтіп, Арбатпен бүйтіп. Екінші вокзал жақта тұрам ғой. И ана жерде Малик деген дос балам, оралдық. Би-бой, брейкер. Всегда билейді ана жерде. Жібек жол метросының жанында. Всегда билейді. Тұрттым, қой, қатыса салайын дедім де, би батыл болды. Такой. Көше батылы. Көше батылы. Малик біледі ғой мені, қандай екенімді. Андай, Малик екеуміз біріміз 20 жылдай білеміз. Бір где-то кішкентай кезімізден бері билеп жүр ғой, сол кезден бастап. Білеміз де, ол мен біледі де қандай екенді. И маған Джиммиді қоса салады ғой бүйтіп. И сол жерде сол видео атып кетеді тоже. Сол бар. И потом на Имбирлагманхана... Шакеші бар ғой? Чингис ЗТБ-дағы Шыңғыс братан. Сол айтады, братан дейді, мынаны сен қолдан дейді. Рекламный конек сияқты айтып. Мынаны бірдеңе қылып қолдан дейді, мынау сен трамплинің дейді, рекламный дейді, интеграцияға. Все хорошо, қалай істесек екен. Сенің плюсың ғой енді сол. Ана не сияқты боласың дейді, ана мужик бүйтіп жүрді ғой. Бүйтіп жүретін. Сол ағай сияқты атып кетесің дейді. Все хорошо дедім де, Имбирлагманханаға барам, Ғарышбек деген дос балам, сол Салауат деген дос балам, сол аппаратта Имбирлагманханаға.
И тұрады да, давай түсірейік бүйтіп түсіріп жатқан кезде Ғарышбек түсінбейді, не істеп жатсың дейді, братан. Қазір түсінесің деп әр звукқа бүйтіп движение жасаймын ғой бүйтіп. Жаңа официант болып жүрген видеолар. Сол имбирлагмахана ғой. Иә. И тұрады да бүйтіп әр звукқа жасаймын, не болды, бұл қалай өзі дейді. Ладно, салайық дейді, тарс етеді да, и тұр қазір 13 миллион просмотр. Тұрды да Ғарышбек тұрды маған қарайды, кеттік бірге жұмыс жасаймыз. Давай. Содан басталды рекламный интеграция. 3 ай болдым амбассадор. Имбир лагманханасы, Ғарышбек, Бека. Рахмет сендерге, от души. I love you. Дәулет. Егер де жарнама керек болса, маған хабарлассаңыздар болады. Тікелей осы Димаш Жыбырлақпен жарнама қажет болса, коллаборация қажет болса, міндетті түрде маған хабарласыңдар, өзім процент ұстап. Не дейді тағы. Салауаттан тартып қойып. Сол, короче, видеолар ата бастайды ғой. Тарс. Ана көшеде билеп жүргендер, мен тұрамды бүйтіп, еще Жүргенов академиясының ішінде театралдың кабинеттері бар ғой, студенттері. Соған кіріп кетем бүйтіп. Өлең жүріп отыр 50 цент кенде шат. Ойбай, біздің заманымыздағы не ғой дискотекада кіріп кетіп билеп тастаймын, шошып кетеді студенттер. Ойбай, ағай, суретші ағай не болып кетті деп бүйтіп. Суретші ағайымыз қайда деп іздеп кетті. Неше ағай кіріп кетті ғой. И потом мен ана кабинеттердің жанынан өте беремін ғой деп тағы да материал жинай берейінші деп. Такой лайф видеолар ғой по-своему, сондай қисық видеолар бүйтіп өтеді всегда. Жай бүйтіп түсіре салған видеолар всегда атып жарып өтеді ғой. Андай качественный қылып бүйтіп заказчиктер бүйтіп дайындалып деш. Нетіп бүйтіп реклама салған кезде андай бір 30 мың 45 мың деп тұрғанда ұяласың ана заказчиктен бүйтіп. Но бірақ олар ұнайды екен по-любому бүйтіп ценят творческий подход жасаған кезде ана заказчиктер бүйтіп. Енді жаңа билеп, жарнама әртүрлі жаңа әлеуметтік роликтер, әртүрлі пранктар көріп жүрік қой. Енді алдағы жоспар қандай? Мен білуімше жаңа сериал түсіріп жатырық дедің, бастап жатырық дедің, телесериал ма? Мен сериалға түсейін деп жатырмын, алла болса, Токсик деген сериал. Сол туралы айтып өтсең. Бұл Айтури деген режиссер, Шекер сериалының режиссері ғой. Сол молодежный подростықтарға арналған сериалда бірінші рет Қазақстанда супергеройский сериал. Человек-паук сияқты ғой, примерно. Сондай бар. Сондай сериал болайын деп жатыр. Токсик деп аталады. Скоро алла болса, Freedom Media түсіріп жатыр оны. Соның несімен қолдауымен Азамат Сатыбалды ағамыз бар. Моналемі. Сосын рөл қандай рөл ойнайсың ол жақта? Так, оны жарияламай-ақ қойшы деді пока что. Пока құпия болып қала берсін пока. Сол кімдер ойнайтын, кім түсіріп жатқанын айттым, самый главный сол. Ол қашан шығады енді жарыққа? Соны білмей тұрмын. Әзірге белгісіз, иә? Әзірге белгісіз. Бірақ осы жылы, иә, 2025-те. Күзде шығатын шығар деп ойлап отырмын енді. Жақсы. Сол. Одан бөлек басқа не жаңалық, мысалы, алдағы қандай жоспар, творчествода? Кстати, Әсемгүл, Бақтияр, рахмет сендерге, кәсін департамент. Мен алғандарыңа, маған сенім артып атқандарыңа рахмет сендерге. Сосын, қалай? Алдағы жоспар? Алдағы жоспар бізде, короче, Рек Эйр деген команда бар. Өзіміздің продюсерский центр. Оның ішінде креативный продюсеріміз Салауат, Мержан деген линейный продюсеріміз. Мержан, алла болса, братан, ол не генеральный продюсеріміз болайын деп жатыр. Бір үлкен проект ашайын деп жатырық, стрим жүргізейін деп жатырық. Кешегі айтып отқан сол ғой, стримге кірем деп. Стрим концерт жасайын деп жатырық. Тиктокта ма? Или Инстаграм? Тиктокта жүргіземіз, алла болса. Ая Фанк жұлдызымыз болады. Ербол, Сержан братан баласы. Сол, мен болам. И Хан деген мықты блогер, Ақжарқын деген бьюти блогер, Ардақ деген бьюти блогер тоже, Бақыт деген тоже, жаңадан Салауат браттың несі, жұбайы. Сол бәріміз бүйтіп команда құрастырып отырық. Тікелей эфирде концерт қоясыңдар? Концерт қоямыз и товар сатамыз. Сондай болмаса қандай товар? Техника, БАДы, косметика. Сатуға не болады, сататын соның бәрін?
біздер андай тұрмысқа қажетті заттар. алла осы скоро бастаймыз. Бұл әлі болмаған не Қазақстанда ешкім олай жүргізбеген, қанша қарадық, изучать еттік. Короче, қытайларға қарап отырық қой по-своему тоже. Біз концертімізді көрсетеміз, алла осы супер проект бойын деп жатыр. Егер бақылап жүріңдер. Алдағы 5 маусым күніне егер сондай кешке қарай бір стрим не болатын болса, мен сыңарымда келеді, как раз екеуміз бірінде стримді жүргізуге болады. Егіздер ол. Пожалуйста. Еще Нұрлан екеуміз боламыз, еще тағы қасымызға 2 тоже егіздер шақырып болады, егіз қыздар. 4 егіз болып жүргізуге болады. Мәсініз. Хорошо. Бізде всегда 8-де бастаймыз стримімізді. Стриміміз енді біз 8-де жиналамыз да, 10-11-де бастаймыз ғой, алла қаласа. Сол бақылап жүріңдер. Жақсы, енді мынау неде танымал болғаннан кейін, енді әлеуметтік желіде отырғаннан кейін, Instagram болсын, TikTok болсын, YouTube болсын, басқа не болсын, әртүрлі адам бар, әртүрлі пікір жазады, хейт жазатындар бар. Басынан өткен қандай буллингке ұшырау, жалпы қазір андай буллингке ұшырау деген қатты не болып кетті ғой. Белең алып баратыр ғой. Біздің кезімізде мысалы жас кезде буллингтің не екенін білмейтін едік қой. Буллинг деген сөздің не екенін білмейтін едік қой. Буллинг күнде болды ғой бізде. Иә. Сондай моменттер, сондай сәттер болды ма? Ондай сәттерді қалай қабылдадың? Мен мысалға басында бүйтіп видеоларымды сала берем. Үй тұртты бүйтіп на комментарияда мысалға бүйтіп көп жазатын. 100%-тің еркектері 85% көбісі еркектері бүйтіп жазатын. Именно еркектері, әйел адам емес, еркектері. Мынау шашы түсіп қалған, тістері қисық-қисық, түрі шалға ұқсайтын деп сөйтіп айтатын. Мына еркектік неге сай келмейді, бүйтпейді, сөйтпейді, ой деп бүйтіп нете беретін. Енді алғашқы кезде қалай қабылдадыңыз? Жынданатын мен бар ғой, кәдімгідей ашуланып, неге еркектер сөйтіп жазады деп именно. Әйел адамдардың бәрін жазатын былай. Такой крутой, позитивный, харизматичный, бүйтіп сөйтіп. Қалған 15% еркектер былай мақтайтын тоже. О, круто, андай-мындай, молодец, андай-мындай. И солардың страницасына кіресің ғой, мақтайтындарға жетістікке жеткендер өңкей. Спортсмендер, бизнесмендер, өзінің тірліктері бар. Өзінің бағытын тапқандар. Сондайлар приятно, да, смотреть. Ана 85% жек сүріндер өңкей бүйтіп. Мен түріме тесет, өз түріне қарамайды, епті керек. Мен соларға ответ жазып, бүйтіп, өзің айна қарап алшы деп бүйтіп жазатын. Менің ойымша ше, ол андайлар ғой, үйде жатып алады да, жаңа жұмыс іздемейді да, бірақ үйде жатады да, жұмыс жоқ деп жататындар ше. Вообще жұмыс жоқ бар ғой, не істеймін білмеймін. Ахимат қайда қарап отыр дейтіндер сияқты менше. Сондайды көп жазатындар. И потом сол бір балаларға айтып жүремін ғой енді, достарыма бүйтіп жазып отыр деп. Сосын бір дос балам әдемі айтты. Братан, қарашы дейді. Сен мұндай түріңмен, шашың жоқтығымен, түрің шалға ұқсағанмен, тісің қисықтығыңмен жыбырлап бүйтіп, несерьезно билеп жүргеніңмен жетістікке жетіп жатсың дейді. И потом вот это сен сол жетістікке жетіп жатқаның, их это бесит дейді. Поэтому сөйтіп жазады дейді. Енді мен қазір наоборот хейт жасап, мен рахаттанамын. Мысалға айтады ғой, бір ақылды бірдеңе айтты. Мысалы, бір жамандайсың дейді. И жамандағанда Алла тағала оның үстіне 100 есе нұр жауғызады. А сен жолыңды 100 есе кеседі екен. Жамандағаның үшін. 100 есе кеседі, оның жолын 100 есе ашып, нұр жауғызып, бүйтіп жолын ашады екен. Мүмкін сондайлардың арқасында сен танымалдылық көп болып жатқан. Мысалға бәрі Ольга Бузованы жамандайды. Мысалға мен құрдасым Әсел Асқарды жамандады ғой кезінде. Қазір қандай жетістікте. Бұны енді жаңа сұрап жатқан. Моргенштерн дегендер мысалға. Ол кім? Моргенштерн, Шварценеггер. Мен жаңа не үшін бұлай айтып отырмын қазір осы. Короче, сол моментте бітіріп тастайыншы. Сенде екі жол бар сондай моментте. Либо сынасың,
либо қабылдайсың и дальше идешь. Мен сендерге кеңес беруім, сынбаңдар, күліп қараңдаршы, просто күліп қараңдаршы. Страницасына кіріңдер де, ана түріне қарайсың ғой, істеп жатқан тірлігін. Күлесің, мынау жексұрын не ал деп тұр маған дейсің бүйтіп. Кімсің дейсің ғой. Бұл кім, мен кіммін деп. Иә, и просто оған бүйтіп комментарийға жазып жүр бүйтіп. Красавчик деп. Красавчиксің сен, блин, рахмет деп. Сенің мынау кеңесің, комментарийің мен үшін өте маңызды жетпей тұрған едің как раз деп. Рахмет, жаным сол дейсің бүйтіп, күнім сол. Сен күштісің, сен өте там жетістікке жеткен бір мықты тұлғасың ғой деп бүйтіп сөйтіп жауап бер. Позитивпен қараңдар. Позитивпен, күлкімен қараңдар. Жақсы көңіл күймен дофига жерде жеңесіңдер. Вот жастарға сендерге айтамын кеңесім. Дұрыс айтады. Мен де жаңа сол сұрайын деп жатқаным сол. Қазір жастарымыз көп қатты қабылдайды өзіне, көп в основном жаңа оқушылар и мынау Алматы үлкен қалаға жаңа сырттан келеді, жаңа ауылдық жерден келеді, үлкен қалаға жаңа үйреніспеген, бірінші курс кезінде сондай нәрселерге көп ұшырап жатады, қабылдай алмай жатады. Бұрын анау біз мектепте оқыған кезде екеуміз құрдаспыз ғой. Психолог деген нәрсені мен вообще мектеп бітірем дегенге шейін ондай нәрсе бар екенін мен білмейді екенмін. Біздің психолог маманың жапалағы ғой. Бізде де мысалы мектепте психолог жұмыс істемегенін мен білмейді екенмін ше. Кейін барып жаңағыдай ғой. Бұрын енді сол моментте может қатты не қылмады ма, андай қажет болмады ма білмеймін да. Кейін уақыт өте келе жаңағыдай психолог деген ұғым, жаңағыдай психологқа бару біз үшін жаңағыдай не сияқты еді ғой бұрынғыда. Психсың сен, значит. Біз ұғым сондай еді ғой. Психологқа кімдер барады? Психтар барады деген сияқты. Сондай ұғыммен естідік қой біз. Оказывается, ондай емес екен ғой. Ой, қарашы, біз өмір бойы қазір мына бәле шықты ғой, детская травма деген. Иә, детская травма. Йоп, бізде қарашы қалай болды кішкентай кезімізде. Детская травманың көкесі бізде болған десе. Ой, бізде қара. Үйдегілерден таяқ жейсің. Сыртқа шығасың, көшеде братандардан таяқ жейсің. Мектепке барасың, мұғалімдерден таяқ жейсің. Коридорға шығасың, старшеклассниктерден таяқ жейсің. Оның еще мынандай бар ғой, мектепке барасың, мұғалімдерден таяқ жейсің. Үйге келесің, үйдегілерге ата-анаңа айтасың, ата-анаңнан таяқ жейсің. Значит, мұғалім сені не үшін ұрады? Сенікі дұрыс емес, значит деп. Сол керек өзіңе деп. Сол керек деп бүйтіп ұратын еді. Қазір балалары бәрін жеткізіп береді бүйтіп WhatsApp-пен. Қазіргі мұғалімдер андай қорқып жүріп сабақ береді. Андай телефон көп, андай видео, қазір барлығы ше тез дамып жатыр да. Қазір кез келген жерде жаңағыдай телефонға түсіріп алуға болады, видеоға түсіріп алуға, содан қорқатын сияқты да. Мысалға ана бір видеоны көрдім да бүйтіп еркек мұғаліммен бір оқушы бала төбелесіп жатыр. Ұрып жібереді анау еркек мұғалімді, салып жібереді, құлатып жібереді. И комментарийін оқисың ғой. Біз сияқтылар айтады, дұрыс, сол керек деп. Біреулер бүйтіп айтады да бүйтіп, мынаны жұмыстан шығару керек, қамау керек, соттау керек дейді. Сол бұзады негізі бар ғой. Когда былай қарап сол білмеймін, сынбадық қой, келдік қой. Қол аяғымыз сау ғой. Жүрміз ғой деші. Білмеймін, инвалид емеспін, Аллаға шүкір. Просто шашым түсіп қалған, тістерім түсіп қалған болмаса бүйтіп болды. Жақсы достар, осы нәрсені ұмытпаңыздар. Жыбырлақ ағалардың айтқандай, әр нәрсені, кез келген нәрсені позитивпен, жақсы қатты көңілге алмай, позитивпен қарасыңдар, ары қарай жұмыс жасай берсеңдер, бәрі жақсы болады. Сосын кеше парақшаңды неңді қарап отырып, сен жан жақты екенсің да, Ақтау қаласында бір баскетболда жүргеніңді көрдім. Стритбол ма, баскетбол ма, ол не нәрсе, қандай іс-шара? Қонақ болып бардың ба, немесе ойнадың ба? Қонақ ретінде Allure компаниясы мен Kia компаниясы бүйтіп нетіп, қолдап, Биксом браттың несімен, организациясымен, ұйымдастыруымен баскетболдан жарыс өтті. Ана площадканы енді керемет қылып салған ғой. Білмеймін, кейбір Америкада андай площадкалар жоқ деп ойлаймын. Анау уровень, кайф. Өзім баскетболды жақсы көремін негізі. Мен анау и
неше түрлі қалалардан келіп ойнады ғой. Сол спортсмендер келді. Қыздар арасында, кішкентай қыздар арасында, жасөспірім ұлдар арасында, и потом ересектердің арасында, мә кәдімгідей ойнағандары ужас. Бізде баскетбол бар екен. Оказывается, біз ана білмейді екенбіз, Білмейміз, баскетбол бізде бар. Бексом, брат, сен красавчиксің, соны бүйтіп дамытып атқаныңа. Вообще, ананы көріп, сол, Kia компаниясы мен Allure компаниясы бүйтіп жолымызды, бәрімізді, немізді төлеп, бүйтіп, сөйтіп, гостиница, тамақ бәрін төлеп, бүйтіп, неше түрлі медиа адамдары, там, актерлар, стендаперлер, әншілер, рэперлар жиналып, екі командадан бөліп, біреу Асқа Принцтің командасы болып. Сол бірге ойнадыңдар ма? Біреу Раймның командасы болып, екі командаға бөлініп, сөйтіп ойнадық. Райм командасы өтіп кетті. Ана матчты көрсең драма ғой, анау кәдімгідей. Бірінші таймда бүйтіп бір очкоға ұтып жатырық та. Тұрды, мына жақта Баха деген братан бар. Баха братан, ол, баскетбольный блогер. Тұрады, өзінің полясынан тұрады, бүйтіп лақтырады ғой, бүйтіп. И салады. Баң, кіріп кетеді, уақыт бітеді, кинода болмаған зат. Не болып кетті, ё-мое, ладно, екінші тайм бар ғой дейміз. Екінші таймда тура солай бір очко қалады ғой. Бір очкоға ұтып баратырық. 2 секунд қалған кезде қайтадан аналар салып кетеді. Ұтып кетеді ғой, 2 рет. Ана жерде шоу ғой, натуре болмаған зат қой, анау бар ғой. Сол Меркуль, кім болды, Шыңғыс братан болды, Біржан деген братан болды. Командаларда бізде Асқа братан болды, Мура братан болды, сол Биксон братан біздің командада болды. Ана жақта тоже сол Баха братан, Райм, сосын кімеді рэперлар, жігіттер кешірімдер шаттандым қолым. Жалпы қызықты бір ерекше мероприятие болды. Сосын кештегі концерт болды. Ақтауда енді обязательно Луина әпкеміз болды. Каспийдің жағасында. Обязательно, потому что Луина ханым өзі Ақтаудікі ғой. Сол кісі айтты, Биксом, конечно, раскачал, Принц раскачал. Ана жерде 15 000 халықтың алдында. Кайф, денең тітіркене береді, қайта тітіркене береді. Ақтау өте маған ұнады. Билей бергің келеді деші. Биден жарыс болды ғой, батыл болды ғой. Соны мен ұтып кеттім. Ол енді ешкімнің күмәні жоқ шығар, оны сен. Маған повезло. Ақтауда негізі күшті мықты бишілер бар. Олар просто біреулер Астана етіп қалды, біреулер Турцияда жұмыс жасайды. Сага деген братан бар, ол ты чо? Ол мен бытшын шығарып, тасалқан шығарып. Есті соғышет биден, батылдан. Тағы да жігіттер бар мықты. Ақтауда хип-хоп, баскетбол деген көше темасы дамыған. Күшті андай бар ғой. Биксон браттың арқасында деп ойлаймын, тоже бүйтіп. Кішкентай бөпелердің өздері брейк билеп отыр ғой, бүйтіп, 3 жастағы бүйтіп, ничего себе, у них хип-хоп в крови, что ли, деп ойлап қалғансың ғой. Туылғаннан соң билеп туылып. Кәдімгідей. Каспийға бір секіріп шықтым, бір сүңгіп. Бірінші рет барып тұрмын ғой. Алғаш рет барыпсың ба? Алғаш рет барып тұрмын. Мен ана жерде Каспийға бір сүңгіп шықпасам, мен өзімді кешірмеймін дедім. Бұдан кейін қашан келемін дейсің? Өмір бойы кешірмеймін дедім. Бір секіріп шықтым. Салқын? Такой 15 секундтық кейін денем қызып тұр. Сергіп қаласың. Ұйқым андай ештеңе істегім келмей тұрған еді, бүйтіп езіліп жүрген едім, бүйтіп. Енді анау нені видеолардағы жаңағы сен түсіп жүргенше реклама болсын, басқа болсын, сценарийін өзі жазатын бір командаң бар ғой, получается. Рек Эйр деген команда, если что, подпишитесь. Қызықты материалдар жасап жатыр. Тіркеліп қойыңдар. Өте такой. Бір реклама қанша? Или неге байланысты? Прайсты білмейді екен мен точно бар ғой, әртүрлі, әрқайсысына әртүрлі. Компанияға қарайсың ғой енді. Мысалға Кияны біз 500 000-ға түсіріп жүрдік. Қазір көтеріп жатырық. И потом мен ол ақшаны аламыз да біз бәрімізге бірдей бөлеміз. Командаға бөлеміз. Командаға бірдей бөлеміз. Потом и сол кезде бәрі бірдей жұмыс жасайды, бәрі долбить етеді.
мынау көбісінде былай екен ақшаны ғой. аламыз да бүйтіп бәріне бөлеміз, сол кезде 3650 теңгеден келеді. Әйтеуір проездіміз жолдығымыз бар дейсің ғой. 3647 теңге. 47, 50-ге де жетпейді дейсің. Әзілдеп отырмын. Бұл шынымен анау видео нені қарайды ғой, қараған кезде мен анау бір видеоны мысалы өткізеді да, саған байланысты видеолар ше, реклама болсын, билеп жүрген болсын, жаңағы вайн болсын, бірдеңе болсын қарайды да, астынан неше түрлі жаңағы хейт, теріс пікірлер жазып кететіндерге таңқаламын да. Ол өйткені ана видеоның артында қаншама еңбек жатыр, қаншама адамның жаңағы тері жатыр деген, маңдай тері жатыр, оңай емес. Былай жұртқа оңай көріну мүмкін, жаңағы телефонды алып алып, бүйтіп түсіре салу, қиын ештеңе жоқ қой деп. Оны сценарийін жазатын адам бар, оны түсіретін адам бар, оны монтаждайтын адам бар. Бәрін техника бар қаншама түсіретін. Мынаның өзі үлкен еңбек, мына түсіріп отқан подкасттың өзі. Иә, ол үлкен еңбек. Ты че, мына офисті бүйтіп жалдау, арендасы бар деген сияқты. Сені күтудің өзі үлкен еңбек болып. Мына камераның өздері қанша тұрады, былай қарап тұрсаң, 1,5 миллион, 2 миллионнан тұрады. Қанша тұрады десең. 1,5 миллион, 2 миллионнан тұрады ғой. Елден, жұрттан ұялмаймын ғой бір жағынан. Мен енді бұрыннан кетірмін ғой өнер жолында. Мен еще 6 жыл DD Records командасында болдым мен. Оралда. Ол да қатты көмектесті маған. Бүйтіп ел жұрттың алдында ұялмау, қысылмау деген сияқты сол қатты дамытты. Бір жағынан мен музыкальный грамматикам жоқ қой, но бірақ музыка қалай жасау керек екенін мен білемін да. Потому что Диди брат, Данияр брат, Данияр Ахметжанов браттың қасында қарап отырамын, қалай жасалатын музыка. И как бы вроде примерно понимаю. И даже кейбір кезде айтамын ғой, мына өлең атады, либо атпайды деп пікір қалдырамын ғой. Көп жерде солай шығады. Потому что Даниярдың чуйкасы маған чуть-чуть это переросло, ну, перенеслось, ауысты да маған. Сол Диди брат, бәріміз сол жаңа жылда отырып, жер туалет бар сыртта. Оралда, соны отырған ғой, телефончик қойып, телефон түсіп кетеді бүйтіп. Соны алып шыққан нелері болған. Айтам. Адил бар ғой, Адил. Ну, Адил, біз DD Records'та Айка жолдасы. Сол бүйтіп, Гена деген брат бар, тұрды, екі ағаш қыстырып алып шығарып кетір. Ұстаңдар дейді, Адил тұрды ойында, жүрегі ақ қой, алатты ұстайды ғой дейді. Кешір Әділ, нан саламыз. Телефонды алып шықты. Қолым бар ғой, 1 сағат жуды ғой, ема. Не телефон ол соншалықты? Huawei ғой, ол кезде. Huawei ба, или Samsung? Huawei, бір такой коричневый Huawei ол. Өзінің цветі де коричневый болған кен. Ема, сондай қызық нелері болған. Жақсы, достар, бізде енді уақыт тайып қалды ау деймін, Дәуір? Примерно болып қалатын сияқты ғой, 20 минутта шығады. Я, достар, осымен бүгінгі подкастымызда өз мәресіне жетті. Енді қызықты ақпарат, өздеріңізге керекті ақпаратты алды деген сенімдеміз. Және Димаш, жыбырлақ, саған көп рахмет. Уақытыңды бөліп, келіп, осындай алтындай қазір жалпы, тем более осы Алматы қаласында уақыт жоқ қазір заманда, уақытын тауып келген үлкен рахмет. Әрине таптым ғой. Алдағы жұмыстарыңа, творчество, шығармашылықта үлкен табыстар тілейміз. Бұйырса шақырып тұрамыз, осындай. Все, хорошо. Концерттер болса, міндетті түрде шақырып тұрамыз. Қонақ ретінде. Обязательно. Пожалуйста, за любой кипиш, за любой движ. Там жыбырла. Сендерге кеңесім. Сізге рахмет, Ереке, шақырғаныңызға құрдас. Сол. Зайымна. Бә, фифаны жаман қатты неден. Ема. Кім шығат паразам? Фифаны жаман қатты неден. Ё-май, қандай счеттері? 9-0 отым алдында. Ё-май, страшно.
Если что, ақша ойнаймын десеңдер, пожалуйста. Я мен фифаны жақсы ойнаймын, жыбырлақ жақсы реклама түсіреді. Сондықтан реклама қажет болса жыбырлаққа хабарлассаңыздар, әдемі реклама. Сол кеңесім сол, алға тоқтамаңдар, алға басыңдар, тоқтамаңдар. Біреудің пікірі, комментарийі сенің кредит ипотекаңды жаппайды. Сол. Жақсы достар, рахмет. Рахмет саған. Оқасы жоқ, брат. Шақырт. Құрдас.